Баршаңызға ассалаумағалейкум, құрметті достар, қалайсыздар? Алан Коломмен кезекті тойымызға келіп қойды, не айтасың оған? Бүгін бізде зейнетке шығу, талғардамыз, примерно 250 адам. Атмосфера кайф, бүгін бізде полный комплект айтады болады. Этноансамбль, бишілер, камера, диджей бәрі бар. Закаттың төрінде бір сторис сақ қоятындай бар екен да. Бірақ қандай? Ауырып қалдым, 3 күн болды. Бүгін сәл ауырып тұрмын. Енді Аллах тағала абырой берсін. Біздікі бірінші дұға ғой. Одан кейін өзіміз айтады, барынша күш саламыз. Айта кететін, жаз айларына уже тойлар түсіп жатыр даталарға. Так что ертерек звондап броньдаңыздар заранее. Ата көбісі жазып жатыр, уже бос емес уақыттарға білейін деп қалып жатыр да. Сол үшін ертерек звондаңыздар. Сол мен кеттім жұмыстан. Студияға барып келдім. Қарным аш. Ешіп үйге келсем, мынандай бір керемет кел қойыпты. Бұл бізде Акадзаки. Мама дейсіз ба Акадзаки? Бізде папа жемейді бірақ. Келсем сынып жатыр деп отыр. Иә, бітік сынып жатыр. Бірақ бізге тамағымыз келді, тапсыра берген. Акадзаки. Пиццасы бар еще. Әне. Пиццасы бар, коласы бар. Қазір ашып көрсетемін сізге. Неге заказ бергенімді. Biz bir мероприятияға келіп жатырмыз. В общем, атмосфера такова. Бәрі кроссовкада жүр екен да, мен каблук киіп алғанмын өзімше. Әлі өкінемін каблук кигеніне, әлі өкінемін. Әлі өкінемін, жүрген сайын өкініп отырмын ғой. Бәрі қыздар бұндай. Кроссовка мәз бар деймін ғой. Мен андай тойға баратын ұқсап киін аламын ғой. Жалпы достар, Түркістанда, мінекей Түркістан плазаның бірінші этажында келсеңіздер прокатқа береді. Тап-таза қылып алып келдім. Қараңыздар, қандай күшті. Негізі Түркістанда Бислан прокатқа келгенше айдап жүре бер деп айтса, я. Бисландың белгілеп кетем. Прокатқа машинаға келді, адамдар келді деген кезде әкеп беретін deyіп ше. БР прокат көп рахмет. Айдадым қанша күн. Көп рахмет. Достар, қолдауларыңызға рахмет. Сіздерді кей кезде осылай инста парақшаға шықпай қоямын. Өйткені оған бір себептер бар. Үлгірмеймін, анау-мынау уақыт болмайды. Кей кезде энергия болмайды. Тұтынушылар бейнебаянға түсуге бас тартады, ұялады, камерадан ұялады деген секілді. Сондықтан да кештеріңіз жақсы өтсін, аман болыңдар, бар болыңдар. Қолдауларыңызға рахмет айтпақшы. Осымен маған екінші рет ғашық болып жатқан ару кім екенін деп ойлаймын кей кезде. Енді білмеймін, ондай қағидаға сенем ме, сенбеймін кейбіреулері. Бірақ мынау безеу осымен екінші рет шығып жатыр. Кетті, қайтып шығып жатыр. Енді жақын арада сапарым бар Астанаға. Енді сәл ыңғайсыздау болып тұр. Қай ару екен? Ой, ғашық болып жүрген деп қоямын да. Өзіме көп алмай қойын, бірақ сол ару байланысқа шығып көрейік. Мүмкін мен де саған ғашық боламын деген секілді.